Assalomu alaykum. Belaruscha urug'lari ne deymiz? Birinchi marta o'ydim bo'lsa, 8 marta bayram tutayman. Bayram olib ketdi. Sonra har bir diyor açıp yürüyelim. Ne deymiz diye bize uçak sonunda maqsadimiz жұмыссыздықтан алдын алу, жұмыспен қамту ету, өзіміздің бар мақсатымызды сәлге жеткізіп беру, бұйырса аяғымызға деген сүйгентерді түсіндіріп айту основной мәселеміз. Бедалауызы қарасек агробанктердің бекітілгеннен кейін бұл жердегі жұмыссыздарды жайғастыру біздердің бірінші мақсатымыз. Хабарымыз бойынша біздерде бизнеске көмекті қатысып келетініміз жұмыссыздарға 17 миллионға шейін береді. Үшінші шақсы кепілдермен көмекті 6 ай дейін өтіп аяғыздар үшін 23%, диагноз үшін 25%. Мақалалы айқасы бар. Бұл 25%-дан диагноз үшін, қыздар үшін 23%. Ол 5 жыл ежелдегі өткен, 1 миллионға шейін. Өзінің бәрі деген алды. Бәрі деген жөнелтіп жүр. Кеше ғана біздерде қайтадан бір продукт ашылды, хамрақ, яғни хаялық қыздар үшін 20%-дан береміз, 5 жылға егілдегі өткен. Орнап, ісіп шығару қызмет көрсету жөнелісі бойынша ақша қосып болмайды. Олар үшінші шақсы кепілдігімен береміз. Алты шығарарда bir оқытылған тасарымызға береміз. Bir түлеш жасаған. Оған 100 миллионға шейін үшінші шақсы берем, 100 миллион ажал залогпен 2 миллионға шейін.